Жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты деген сөзді біз бала кезімізде аңыз ертегілерден естейтінбіз. Қазір 21 ғасырда бүгін күні бүкіл алаш жұртының ашуын туғызған сол жер астынан екі құлағы тік шыққан Рамиль Мухаряпов деген бір байқұс кәсіпкер пайда болды. Бұның басқарып отырған компаниясы Чока Груп. Жылдық табысы 17 миллион көрінеді. Яғни қазақтың наны жақсы, суы жақсы, жері жақсы, ақшасы жақсы. Ал қазақтың өзі байқұс қалпына түсті. Ол не дейді? Егер сіз орысша сұрап, сізге қазақша жауап берсе, ол ұлтшылдық, әрі төмен мәдениеттің белгісі дейді. Бұндай бізге баға беретін ол кім? Мен таңертеңнен бастап бүкіл әлеуметтік желіні жіті қадағаладым. Жоғары жақта отырған, әсіресе Қазақстан халқы ассамблеясынан әй дейтін әже, қой дейтін қожа табылған жоқ. Мына жүгенсіз кеткен байқұсты, аузына кісен, аяғына тұсау салатын ешкімнің табылмағаны ма? Қазақстан халқы ассамблеясы қайда қарап отыр? Бұл ұлтараздық үлкен дүрбелеңді туғызатыны айдан анық. Қазір алаштың мен деген азаматтары әшейін намысын қайрап отыр. Құрметті бауырлар, бұл Чока Груп деген дүние, бұл мобильді қосымшалар. Рамиль Мухаряпов деген байқұсты ауызға ұратын алаштың мынандай IT технологияны мықты меңгерген қазақ азаматтар басым. Одан да келіңіздер, соларға көмектесейік. Мен өз басым бойкот жариялаймын, және шынымен де намысыңыз болса, шынымен де қазақ болып туғаныңызға қуанып жатсаңыз, сіз де бойкот жариялаңыз. Керісінше осыны тоқтатып, біз қазақ халқының ішінен шыққан мықты IT технологияны мықты меңгерген өзіміздің бауырларымыздың ісін дөңгелетіп жүргізуге атсалысайық. Ал Қазақстан халқы ассамблеясы дереу арада бұған үн қатады деген сенімдеміз. Қазіргі Мухаряпов туралы оқиғаға байланысты артымда тұрған фотода Константин Горожанкин деген Қазақстанның азаматы 2018 жылы қазақтардың бәрін гомосексуалист, зоофил деп Facebook әлеуметтік желісінде жазба қалдырған болатын. Соған байланысты моментті пайдаланып Тикетон KZ деген мекемеге де бойкот жариялауды сұраймын. Константин Горожанкин дегенді де қылмыстық жазаға тартуды сұраймын.